Шүкірлік әке. Ат барған соң, бәрі тамам болмаса да, Хазіреттің рұқсатымен фатикасын алып қайттым. Бар, шешелерің жаққа бар. Амансыздар ма? Құреге жаңа жер мәселесін. Ауызыңызға бар сөйлесейік. Ай, жаман қартты. Баламыздың бетін сілекейлеп сүйетін жерде қалдырмадыңдар. Амансыз ба? Қош келдің абайжан. Балам-ау, ар жақта әжең келе жатыр, жүгір амандаса ғой. Ай, жаман неме. Маған бір ішкеме әкелген Амансыз ба әже? Айналайын. Қалай жеттің балам? Шүкір, аман есен жеттім. Ат көлік аман есен жеттің бе абайжан? Оқуыңды тамамдадың ба абайжан? Елмен жерді сағындың ба абайжан? Иә, оқуымды тамамдап, аман есен жеттім, шүкір. Әже, апа, Оспан көрінбейді ғой, Оспан қайда? Жырдағы жаман неме. Жаңа әжең екеумізге маза бермеген соң қуып жібергенбіз. Әй, шырақтарым, не деп жатсыңдар? Естіп жатқан жоқ. Әже, құлағыңызға не болған? Былтыр мұндай емес еді ғой? Эх, балам-ай, қазір менде құр кеудеден басқа не қалды дейсің? Үшкірсе, әжеңнің құлағы келе ашылып қалады. Балаңыз қаладан молда болып келді ғой. Айтқан үшкіріп берсін. Шүкірсін. Абайжан шүкірі ғой. Көзі раушан, көзі гауһар, лағылды екпет, ұшты ақмар. Тамағы қардан, ән бихтар, қашын құдырат, қой шиға. Әже, құлағыңыз ашылды ма? Балам, құлағым ашып қалды. Рахмет айналайын, үлкеніңіз. Балам-ау, қаладан молдалыға келді ме десем, нағашыңа тартып қайтқанбысың немене? Тонсекенің жиенім деп тұр ғой. Апа, енді бастық шаныш боп, елдері сеңсең жинағанша, Тонтекеге тартқан көшелгер емес пе? Жөн екен барам. Жетіпсің, жүріңдер үйге шай ішейік. Жүріңдер.